Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін таңғы асқа немесе перекусқа Popo Zebra кекс дайындап көруге кеңес беремін. Қажетті ингредиенттерді видеоның описаниясында қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жұмсақ сүзбе, 1 жұмыртқа, 2 грамм қант алмастырғыш немесе 1 шай қасық бал, күріш ұны, қопсытқыш қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Қамырды екіге бөлеміз, бөлек ыдысқа жартысын құямыз. Бірінші ыдысқа 5 грамм какаоны саламыз. Ал екінші ыдысқа 5 грамм күріш ұнын қосып, екеуін де жақсылап араластырамыз. Жабыспас үшін форманың ішін майлаймыз. Екі қамырға 2 түрлі қасық керек болады. Видеода көрсетілгендей, бір ас қасықтан бірінен соң бірін салу қажет. Микроволновкада 5 минут пісіреміз. Арасында микроволновканы ашып тұрыңыздар, себебі қамыр көтеріліп, сыртқа ағуы мүмкін. Үстіне әсемдік үшін қара шоколадты ерітіп жақтым және жаңғақты майдалап турадым. Міне Popo Zebra кекс дайын, өте керемет шықты. Небәрі 10 минутта дайындадық. Жаңа Popo рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.